Баршаңызға сәлем. Бүгін етті пирог дайындайтын боламыз. Жасалу жолы ерекше болғанымен, құрамы өте қарапайым ингредиенттерден тұрады. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен жылы суымызға тұзымызды, қантымызды салып араластырамыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды бөлме температурасындағы оны да салып араластырамыз. Қажет мөлшердегі ұнымызды өлшеп алып қоямыз алдын ала. Одан кейін қопсытқышымызды бір шай қасық салып жақсылап барлығын араластырамыз. Ертілген сары майымызды да қосамыз үстіне. Біздің тестамыз жұмсақ әрі дәмді болып шығуы үшін сары майымызды ертіп қосып, оны да жақсылап араластырып, ең қандырғанша дейін елеп, 15-20 минутқа бөлме температурасында алып қоямыз, жақсылап ең қандыруы үшін. Ал оған дейін достар, рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Күн сайын жаңа рецепттерімді жіберіп алмаңыздар. Салмасына фаршымызға тұзымызды, жақсы көретін специяңызды немесе қара бұршыңызды салып, үстіне бір жуамызды блендердан өткізіп немесе ұсақтап турап, одан кейін укроп немесе көк жуаңызды, петрушкаңызды салсаңыздар болады. Жақсылап оларды да араластырып аламыз. Одан кейін бір картобыңызды жіңішкелетіп, кесіп дайындап аламыз. Үстіне тұзыңызды, болып жатса паприкаңызды сеуіп, және де бір шай қасық майонезіңізді салып араластырып алыңыздар. Мінекей біздің тестамыз ең қандырды. Енді бірден пергамент қағазына илейтін боламыз, ыңғайлырақ болуы үшін. Одан кейін басында духовкаңызды қыздырып қоя берсеңіздер болады, себебі өте тез жасалады. Қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін үстіне енді тарелкаңызды немесе қақпағыңызды қойып, кесіп жан-жақтарын дайындап аламыз. Дәл видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Ал енді начинкасын салып шығамыз. Ал енді жан-жақтарын дәл видеодағыдай етіп, крестик етіп түйіп шығамыз. Ішіне дайындап қойған картобымызды салып шығамыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысына кішкене сүтіңізді құйып араластырып, бетіне жағып шығамыз. Үстіне кунжутыңызды немесе магыңызды сепсеңіздер болады әдемілік үшін. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Одан кейін үстіне үккіштен өткізіп сырыңызды салып, тағы да 5 минутқа духовкаға салып шығамыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте ерекше әрі дәмді, және де сұйық тағамның қасына жасасаңыздар болады, тойымды болып шығатын болады. Үстіне сырыңызды сепкеннен кейін, ысылай кескен кезде сырыңыз созылып, әбден дәмді болып шығады. Бұл пирогты міндетті түрде жасап көрулеріңіз қажет. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым ингредиенттерден тұрады. Назарларыңызға рахмет.